Белгілі күйші композитор Шамил Әбілтаев елбасыға арнап Қазақстан Нұрсұлтан атты күй шығарды. Бүгін автор президенттің алдында осы туындысын орындап берді. Сондай-ақ мемлекет басшысы Алматыдағы резиденциясында бірнеше әдебиет өнер адамдарын қабылдады. Елбасы Алматыдағы резиденциясында қоғам қайраткері жазушы Дулат Исабековті қабылдады. Әңгіме барысында мемлекет басшысы қазақстандықтардың мәдени және рухани баюына тікелей ықпал ететін жазушылар мен барлық шығармашылық өкілдері қызметінің маңыздылығын атап өтті. Дулат Исабеков өз кезегінде алдағы уақытта Лондонда ағылшын тіліндегі кітабының тұсаукесері мен өкпек жолаушы пьесасының премьерасы өтетінін айтты. Сондай-ақ мемлекет басшысы әдебиет және өнер институтының директоры Уәлихан Қалижановпен де кездесті. Уәлихан Қалижанов Мұхтар Әуезовтің шығармашылық мұрасын зерттеуге және насихаттауға бағытталған жұмыстармен қазақ әдебиетінің тарихы саласындағы зерттеулер жөнінде әңгімеледі. Сонымен қатар мемлекет басшысының қабылдауында композитор Шамил Әбілтаев болды. Домбырашы өзінің қызметі туралы айта келіп, шығармашылық жоспарлар жөнінде ой бөлісті. Елбасымыз сонау 1973 жылы Теміртау қаласында қалалық партия комитетінің екінші хатшысы болып жүрген кезде Алматыдан журналистерге оқып берген өзінің туған жері туралы өлең екен. Соның ішінде бір ғажайып шумақ түнімен ұйықтатпай, есімнен кетпей, алдында жүрексіндім, бірақ сол түсіме кіргендей болып, бай да өтер, би де өтер, батыр да өтер, басында панасы жоқ пақыр да өтер, бұл өмір қарап тұрсаң тұрағы жоқ, жел соқса бір-ақ күнде ұшып өтер. Міне осы өлең мені еріксіз өзіне үйірді де кетті. Апырмай, сонау бағзама асан қайғылар туған екен дейді. Содан осыған ән туды. Бай өтер, би өтер, батыр өтер, басында панасы жоқ пақыр өтер. Бұл өмір қарап тұрсаң тұрағы жоқ, жел соқса бір-ақ күнде ұшып кетер, ұшып кетер, ұшып кетер. Жел соқса бір-ақ күнде ұшып кетер. Шақшақ Жәнібек, Бекет ата, Қыдыр кезген Қызылғұм, Елбасы атты күйлерінің авторы кездесу соңында өзі шығарған тағы бір күй портретті орындады. Шығарманың аты Қазақстан Нұрсұлтан. Мөлдір Доспаева, президент телерадио кешенінің көмегімен, Алматы.